Ассаляму алейкум, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қолда бар заттардан жасалынатын өрікпен пирог жасайтын боламыз. Қонақтарыңызды таң қалдырыңыз келсе, сіздерге осындай пирог жасап көруге кеңес беремін. Өте әдемі және керемет дәмді болып шығады. Сіздерге және сіздің қонақтарыңызға ұнайтыны сөзсіз. Егер де сіз әлі біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетуге ұмытпаңыз. Және де жаңа рецепттерімізді жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен өріктерімізді дайындап қоямыз. Ол үшін оларды жуып, құрғатып алғаннан кейін видеодағыдай екіге бөліп сүйегін шығарып аламыз. Ал енді карамель дайындайтын боламыз. Ол үшін түбі қалың таба немесе кастрюль алыңыздар. Сол кезде қант біркелкі еріп, карамель жақсы шығатын болады. Сонымен табаға орташа отта қантты біркелкі етіп салғаннан кейін, оны бастапқы кезде араластырмау керексіздер. Қант өзі жайлап еріп бастайды. Сіздер тек видеодағыдай қантты еріген жерлерге сырып отырыңыздар. Неге осылай қантымыз түгел еріген соң сары майды салып, қатты араластыра отырып ерітіп аламыз. Енді карамельді тез арада дайындап қойған формаға құйып аламыз. Бұл жерде мұқият болыңыздар, карамель тез қатып қалады. Сол себепті формаға жылдам жайып шығу керек болады. Енді үстіне видеодағыдай өрік жартыларын қойып шығамыз. Форманы шетке қоя тұрыңыздар, енді пирогтың өзін дайындаймыз. Ол үшін шұңғыл ыдыста үй температурасындағы майға қант қосып, майымыз үлпілдеп ағарғанша 1-2 минут миксерлейміз. Содан соң үй температурасындағы бір жұмыртқаны қосып, массамыз тегіс болғанша миксерлеп аламыз. Кейін сүт құйып, жай ғана араластырып аламыз. Содан соң ұн мен қопсытқыш салып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Неге пирогтың қамыры дайын. Енді бұны өріктің үстіне тегістеп жайып алғаннан кейін 180 градусқа қызып тұрған пешке 30-40 минутқа қоямыз. Пирогымыз суығасын, видеодағыдай шеттерін ажыратып аламыз. Кейін үстіне табақ жауып, аударып алғаннан кейін үстелге бірнеше рет соғып, формасынан шығарып аламыз. Неге осындай бізде әп-әдемі пирог шығады. Бұл менің ең жақсы көретін пирогтарымның бірі, өте дәмді болып шығады. Егер де сіз осындай пирог әлі жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Ал видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Қаламқас және Дәмді болсын арнасы. Ассаляму алейкум.